Өмірзақ Шөкеевтің оңтүстік Қазақстан облысына жұмыс сапары Ордабасы ауданынан басталды. Бірінші кезекте Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары, ауыл шаруашылығы министрі Бөрде Милка сүт фермасының жұмысымен танысты. Компанияның инвестициялық құны 2,4 миллиард теңгені құрайды. 400 желінде жыл сайын 4000 тонна сүт береді екен. Мұнда барлығы роботтандырылған. Бірақ адамдар құрал жабдықтардың жұмысын бақылап отырады. Кәсіпорын барлығы 30 адамды жұмыспен қамтып отыр. Жұмыс сапарының мақсаты жергілікті шаруалармен кездесу. Сол үшін арнайы оңтүстік аймаққа келген Өмірзақ Естайұлы ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілердің арыз шағымдарын тыңдады. Сіздермен мен біріншіден жаңа сол ойлармен бөлісуге, екіншіден сіздерді көбірек тыңдауға келіп отырмын. Қандай мәселелер бар? Ауыл шаруашылығы. Қандай ойларыңыз бар? Қай жерін өзгертуге болады? Нені наоборот жалғастыру керек, жандандыру керек, кеңейту керек. Сол мәселе бойынша сіз өздеріңізбен ақылдасым келіп арнайы. Ал облыс шаруалары министрге алдағы жоспарларын айтты. Олар мақта, жүгері және қаракөл тұқымды қойдың санын арттыруды көздеп отыр. Фермерлердің қойларын аламыз, және қаржы жағынан біріктік дегенде, кейін жаңағы бір мезгілде 10 мың бас қой қойып бағып отырмыз қазір. 3 ауысым берсек, жыл 12 айда 30 мың қой бордақылаймыз деген жоспарымыз бар. Кездесу барысында Өмірзақ Шөкеев аталған салаға арналған мемлекеттік көмектер туралы айтты. Елбасы экспорт көлемін арттыру бойынша тапсырма берген болатын, ал бұл жалғыз фермердің қолынан келер жұмыс емес. Сондықтан министрлік бірлесіп жұмыс істеу жүйесін ойлап тапты. Кооперацияның өзі екі түрі болады. Бірі жаңағы өндірістік кооперация олар бәрін біріктіріп, бірге шаруа жасайды. Екінші кооперация тұтынушы кооперация. Жер ештеңе бірікпейді, әркім өз алдына, бірақ жаңағы жем-шөп дайындау, продукцияны сату, техника, удобрение алу сияқты бұл басқаша. Сол мен ойлаймын, бүкіл әлемде қарадық, 90% кооперация сол тұтынушы кооперациясы. Солай болу керек кооперация. Ал ірі кооперативтер болу керек. Мына бүгін тұрғаным нағыз кооперация. Тек осында ірі кооператив қана өндірісті ұлғайта алады. Өмірзақ Естайұлы сыртқы нарықты да тілге тиек етті, өйткені ол жерде тек сапалы азық-түлікке орын бар. Көріп отырсыздар, біртіндеп бүгін шаруалар үйреніп келе жатыр. Ет өндіруді, сүт өндіруді. Ол енді біздің ішкі нарық оған ол жеткіліксіз оны дамыту үшін. Біз экспортқа шығуымыз керек. Сондықтан да жаңағы жолда да айтылып отыр, экспортқа шығу. Экспортқа шығу үшін біздің нарығымыз Қытай, Иран, Афганистан, Европаның кейбір елдері и Россия ет жағынан. Олармен біздің службаларымыз жұмыс істеу керек. Жұмыс сапары барысында министр Ерасыл жылыжайына да соғып кетті. Бұл жобаның құны 70 миллион теңге. Жалпы еліміздегі жылыжайлардың 75%-ін дәл осы оңтүстік Қазақстан облысы құрап отыр. Өмірзақ Шөкеев шаруалармен кездесу кезінде айтылған әңгімелерді ескеріп, шешуге уәде берді.